Мектеп, мектеп, менің жарқын көңілім. Мектеп, мектеп, шаттыққа толы өмірім. Мектеп, мектеп, әнім болып төгілдің. Мектеп, мектеп, анам болып көріндім. Болашақта еңбек етіп, өмір сүретеді. Бүгінгі мектеп оқушылар. Здравствуй, солнце золотое, здравствуй, небо голубое. Мұғалімдерді қалай тәрбиелесе, Қазақстан мен мұғалімдер жаңа технологиялар, идеялар мен көзқарастарды пайдалана отырып, білім мен бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу біздің мақсатымыз. Біліктілікті арттыру курсы соңында әр мұғалім білім беру бағдарламасын іске асыруға көмектесетін тиісті педагогикалық тәсілдерді қолдана алатын нәтижелерге қол жеткізді. Жаңа білім беру жеке тұлғаның жан-жақты дамуына келетін бірден бір жол. Оқытушы мен оқушының өзара ықпалы, өзара дамуда, ынтымақтастық пен дамудың жоғары деңгейіне жету деп білемін. Күнделік кезет тегін білім беру саласы. Ата-ана оқушыға арналған. Ертеңгі сабақ кестесін көруге, мұғалімге сұрақ қоюға, оқиғалар мен іс-шаралар туралы хабардар болуға арналған. Білім беру ресурстарына тұрақты онлайн қолжетімді платформа. Бүгінгі заманда кітапсыз, сондай-ақ кітапханасыз адамның ағзалары дамуы мүмкін емес. Бүкіл әлемдегі кітапханалар білім мен мәдениеттің ошағы, жаңа ойлар мен тың пікірлердің егері. Сонымен қатар мемлекет басшысы электронды форматтың қарқынды дамып жатқанына қарамастан, дәстүрлі кітапхананың ағартушы рөлі ешқашан мәні жоғалтпайды. Осы орайда сіздерге Ақпараттық кітапхана кешені президент ұсынған 30 кітапты оқуға ұсыныс жасаймыз. Өткен тарихтың куәсі, талай жаңалықтың жаршысы, рухани байлықтың куәсі болған осы кітапханадағы кітаптар. Заман талабына сай, кітапсыз, жаңалықсыз ешкімде алға баса алмайды. Бүгінде көкірегі ояу, көзі ашық, сауатты, білімді оқырман кітапханадан рухани қажеттілігінен нәр алуда. Патриотизм біртіндеп қалыптасатын, тынымсыз, үздіксіз тәрбиенің нәтижесінде орнатылатын ұлы сезім. Мектебімізде жас қыран әскери тобы бар. Жетекшісі Құрманғали Айбек. Ол балаларды отанын сүюге, құрметтеуге, төзімділікке үйретіп жүр. Мектептің жас сарбаздары саптық жаттығу жасауда. Салауатты өмір салты, дұрыс тамақтану, күн сайын спортпен айналысып, таза ауада серуендеу. Дұрыс тамақтану ең басты оқушының оқуға деген қызығушылығы артады. Осы бағытта біздің мектепте жан-жақты дамыған, денсаулығы мықты, салауатты өмір салтын мұрат еткен дара тұлғаларды тәрбиелеу басты талап етіп қойылған. Қазіргі таңда мектебімізде 100 бала тамақтануда. Біздің ұстаздарымыздың арқасында, олардың берген білімінің арқасында болашақта үлкен қызметкер болып, мемлекеттің дамуына үлес қосатын білім алушыларды тәрбиелеудеміз. Ал әр ұстаздың, әрбір шәкіртінің жетістігіне өзі жеткендей қуанады. Өйткені бұл ұстаздың көп жылдық еңбегінің жемісі. Мектеп білім тірегі, ұстаз оның жүрегі.